Сәлем, менің керемет сұлуларым. Айнұр сұлу арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біздің 30 күндік жасару марафонымыздың 3-ші күні. Және менімен болғандарыңызға рахмет. Егер де бүгін бірінші күн көріп тұрған болсаңыздар, осыдан бұрын 2 күн бойы біз жаттығуларды және массаждарды жасадық. Бетке жасаруға арналған әжімдерді кетіруге, мына бөртпелерді кетіруге көмектесетін жаттығулар мен массаждар жасадық. Көріп өтсеңіздер болады. Лайк басып тіркеліп алыңыздар, мені жоғалтып алмас үшін. Себебі 30 күн бойы бірге боламыз, бірге жасарамыз, әжімдерді кетіреміз, әдем боламыз, сұлу боламыз. Себебі әрбір қыз келіншек әдемі, сұлу, керемет болып жүруге лайықты. Ал кеттік, ондай болатын болса, бүгін біз бет жаттығуларымен айналысатын боламыз. Бір күн массаж, бір күн жаттығу. Бүгін жаттығу күні. Жаттығуды біз неден бастаймыз? Арқа, мойын, бас және бет. Ең соңында иектен бастап маңдайға дейінгі жаттығуларды жасайтын боламыз. Ал сұлулар, біз жаттығуларымызды бастайық. Біз қашанда жаттығуларымызды арқаны тік ұстауға көмектесетін жаттығулардан бастаймыз. Себебі арқамызды тік ұстап жүрмесек, бізге қаншалықты жаттығу жасасақ та, массаж жасасақ та, мынау әсері аз болады. Арқаларыңызды тік ұстап, әдемі, аристократично жүруге тырысыңыздар, қыздар. Ал бірінші жаттығу. 1, 2. 1, 2. Арқаларыңызды тік ұстап, осылай жасаңыздар. Қайшы ғой? Бірінші қайшы, екінші қайшы. Осылай 10 рет жасаңыздар, 15 рет жасаңыздар, 20 рет жасаңыздар, тым жақсы болады. Ал екінші жаттығу, иықтарыңызды тік қалпында ұстайсыздар, қолдарыңызды көтересіздер төбеге и лопатканы қосу керек. Арттағы лопатканы қосу керек болады. Осылай 20 рет. 1, 2, 3. Паузаға қойып, 20 рет жасаңыздар. Бірінші жолға 10-15 рет жетіп жатады, бірақ күн өте сіздер 20-30 рет жасауға тырысыңыздар. Мына арқаны әдемі қалыпта тік ұстап жүруге көмектесетін өте жақсы жаттығулардың бірі. Ал қыздар, келесі жаттығу, мына шашымызды жаямызда бас сүйегімізге жабысып қалған сухожильный шлемді қозғауымыз керек болады. Себебі бізде мына апоневроз дейді, сухожильный шлем, оны қазақша сіңірлер дулығасы деп айтады. Қазір мен сіздерге суретін қойып кетемін, мына жерде. Біздің бас бөлігімізде, бас сүйегімізге негізінде ол жабыспай тұру керек, сухожильный шлем. Кішкене сүйектің үстінде тұру керек. Уақыт өте келе біздің жасымыз ұлғайған сайын, мынау шашымыздың массаж жасап тұрмаймыз ғой біз постоянно басымызға. Сол себептен ол жабыса бастайды, бас сүйегіне жабысады да, мына терімізді алға қарай жылжыта бастайды. Алға қарай жылжып бастайды сухожильный шлем. Соның арқасында біздің теріміз алдына қарай түсіп, мынау маңдайдағы әжімдер пайда болады. Сосын кейін қас пен көздің ортасындағы тері түсе бастайды, одан бүкіл бетіміздің терісі салбырай бастайды астына қарай. Соны байқайтын болсаңыздар бетіңізде, яғни сіздегі жаңағы апоневроз шлемі төмен қарай жылжып бара жатыр деген сөз. Оны қозғалтып тұру керек. Күнделікті таңғысын тұрған кезде міндетті түрде шашыңызды жинамай жатып, сол мен қазір көрсететіндей жаттығуды жасаңыздар. Постоянно мынау шашыңызбен қозғап тұрмыз керек, сол сухожильный шлемді. Қорықпаңыздар, шаштарыңыз түсіп қалмайды, одан наоборот, қан айналым жақсарады бастағы, шаштарыңыздың өсуі тезірек болады. Мен шашымды солай 2 жылдың көлемінде мына қалыптан беліме дейін қазір шашым өскен. Так что қорықпаңыздар, жасаңыздар. Келесі жаттығу мойынға арналады.
мойынның мына тұсын ұстаймыз да, ернімізді былай көтеріп бір жағына қарай мына екі ортаны біз созуымыз керек. Осылай 15 секунд ұстап тұрасыздар. Жібереміз екінші жағын. Байқадыңыздар, мына екі жақ жақсылап тартыла бастайды. Ал келесі жаттығу мына екі беттің бұлшеттері тартылған байқаймыз. Осылай 15 секунд ұстап отырамыз. Жаттығу алақандарымызды мына бөлікке қоямыз. Височные мышцы дейді. Осы бөлікке қойып, осылай уқалап массаждаймыз. 15-20 секундтай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Иықтарыңызды тік ұстауды ұмытпаңыздар. Және де иығымыз қатты, мына жеріміз напрягация етуге тиісті емес. Екінші жағына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Жібереміз. Келесі жаттығу. Ернімізді тісіміздің ішіне қарай жібереміз де. Былай. Даже тісіміздің ішіне қараймыз былай. Ішіне қарай жібереміз. Ішіне қарай тартамыз. Күлеміз. Көзімізді қаттырақ ашамыз. Қорқытпеңіздер. Осылай 15 секунд. Мына бөліктің, мына бет бұлшеттерінің қалай қатайғанын байқайсыздар. Тағы да жасап көріңіздер. Екі бөлік қатты бір напрягация етеді ғой. Керемет. Келесі жаттығу. Ал бұл жаттығу жаңағы беттегі асимметрияны кетіру мақсатында. Асимметрия дегеніміз екеуі екі түрлі болып кетуі мүмкін. Бетте бір жағы көтеріңкі, бір жағы түсіңкі деген сияқты. Соны кетіру үшін жасалынатын жаттығулардың бірі. Иықты тік ұстаймыз. Ернімізді бір жағын күліп төбеге көтереміз. Осылай көзімізді мына жаққа қарай төбеге көтереміз. Мойнымыз сорлады. Он 15 секунд. Келесі жағымен тоже 15 секунд. Мына бұлшеттер кәдімгідей жақсы жұмыс жасайды. Ал келесі жаттығуымыз осылай
кілген қалыпта ерніміз тіске қатты жабысып тұрады, үстіңгі ерніміз, астыңғы ерін астыңғы тістерге жабысып тұрады. Аузымызды ашамыз, кілеңіз ақсылай 15 секунд. Қыздар, неге біз бүгін именно бетке және де ерінге, көз айналасына көп көңіл бөлеміз бұлшеттеріне? Себебі біздегі ең көп жұмыс жасайтын бұлшеттердің бірі. Осы бұлшеттеріміз тонуста болатын болса, бізге әжім түсуімізді қиынға соғатын болады. Сол себептен осы бұлшеттермен бүгін көп жұмыс жасайтын боламыз. Ал келесі жаттығуымыз онда біздің көз айналасына арналады. Так, көздің айналасына саусақтарымызды осылай қоямыз, фиксировать етеміз, қаттырақ басып, көзімізді қатты ашып жұмамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Келесі О деп аузымызды ашамыз. О. Осылай ашқан күйінде аузымыз тұра береді. Біз екі саусағымызды көздің екі жағына қоямыз да, көзімізді осылай жұмып ашатын боламыз. Кеттік. О. Осылай 15 рет жасайсыздар. Он 18 рет жасап тастаппын. Так, 15 рет жасасаңыздар жеткілікті болады. О деген күйімізде біз қайтадан аузымызды ашып, көзімізге тимейміз, енді тек қана О деп ашып тұрамыз. О. О. 15 секунд. Керемет. Келесі жаттығу А, У, И. А, У, И. Осы сөздерді 15 рет қайталап шығамыз. А, У, И. 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 15 рет жасаңыздар. Егерде мен артық не кем жасап жасам, сіздер кәдімгідей пауза қойыңыздар да 15 реттен жасаңыздар. Келесі жаттығу О, деген әріптерді қайталаймыз 15 рет. О, мына бұлшеттердің көтеріліп жатқанын байқауымыз керек. О, Керемет. Ал келесі маңдай бөлігіне арналады. Қастың төбесіне екі саусағымыздың кіші саусақтарымыз, мизинчиктер, екі ортаға бір-бірімен жабыстырады. Қалған саусақтарымыз қастың үстінде, қасты қатты көтеруге тырысамыз. 30 секунд осы қалыпта ұстап тұрамыз. Мынау саусақтарымыз төмен қарай қасты как будто көтерткізбейтіндей етіп тұру керек. Ал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Керемет. Ал енді бүкіл жұмыс жасаған бұлшеттерімізді босаңсытуға тырысайық. Беттеріңізде бөртпелер болатын болса, қолдарыңызбен теспей ақ қойыңыздар. Бөртпе ештеңке болмайтын болса, осылай жасап шығыңыздар. Керемет. Саусақтарыңызбен, осы саусақтарыңызбен құлақтың алдын және артын уқалап шығыңыз. 15 секунд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осы қыздар бүгінгі күнгі жаттығуларымыз керемет әсер алды деп ойлаймын сіздерді. Осы каналыма лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып өтіңіздер. Ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады, несі ұнамады, соның барлығын жазып өтіңіздер, қыздар. Мен әрбір комментарийға, әрбір лайкқа мен қуанышты боламын. Және де менімен бірге болыңыздар. Келесі күндері 30 күн бойы сіздермен бірге жаңарамыз, жасарамыз, әдемі, сұлу қалыпқа келтіреміз өзімізді. Қыздар, мен сіздерді жақсы көрем. Қашан да сұлу болып жүрге лайықтысыздар.